Баршаңа ассалаумағалейкум. Қазақстанда кешірім сұрау жаңа деңгейге өсті. Бәрекелді. 25-нен бері үнсіз жүрген Шиза кеше кешірімді жай сөзбен емес рэп оқып сұрады. Көк туды желбіретеміз деп алып, умаждаған Шизаның мынадай сөзі бар. Тру боп қалам любой жерде. Бірақ бұлардың қасында Амилайды трушный пацанба деп қаласың. Енді сол жазған кешірім рэпті талқыламас бұрын не айтқанын көріп алайық. Еркекті құртатын арақ шарап, ертеңді ойлап істеу керек екен амал шара. Еркектің жолы ауыр, еркектің жолы дара. Не болған түсіндіріп берейін адамша, видео мен емес өлең арқылы оданша. Мен қазақтың руым алты бас қыпшақ, мен қазақтың соңғы демім қалғанша. Руым мен емес ұлтты мен мақтанамын, көк туды айтар кезде туды таптамадым. Мен туды лақтырмадым да, артық қылам деп тыртық болды. Шықтым сахнаға жардың таныс болды, менімен жақын таныс бол бауырым. Түсіндіріп берем біреудің қымбат туы дегенді, ту ортақыл белгілі. Бірақ туды заттай алсақ мен екеміз сонда жүрген біреудікі. Сондықтан да мен айттым біреудікі. Көрерменге бергім келді табыстап, оянып кетті сенің өтірік намыстарың. Ойымды жетсе алмадым мен дұрыстап, мойындаймын швалдым мен малы құсап. Егерде артық кетсем майбетпендері басқа тиді, сахнада көрмейсіндері мас күйде. Енді мен просто көрерменге бергім келді табыстап. Трекке мынадай ат беріпті: Number one дұшпан. Әрине өзінің дұшпаны өзі. Туды сонда жүрген біреудікі болған соң, біреудің қымбат туы деп айттым дейді. Біреудің туын не үшін онда біреуге берейін деп жүр? Ту ол сенің футболкаң емес, сахнада жүріп біреуге лақтырып бере салатын. Ол рәміз. Қалай алып шықтың, қастерлеп солай алып кет. Туды беруге болатын болса, мұхиттың аржағын шулатып жүрген спортшылар неге бермейді фанаттарына? Әлемдегі номер бірінші спорт футболдың өзінде тумен емес, құраманың эмблемасымен алмасады ұлттық құрамалар. Шизаның бір ғана сөзінде жан бар: оянып кетті өтірік намыстарың деген. Оған ең бірінші дәлел Жахаудың дис жазам дегені. Оны қоя бер, сол диске клип түсірмекші екен. Мен бүгін бұл туралы өз ойымды айтамын. Осыған дейінгі бөлімдерде көпшіліктің пікірімен сөйлеген болатынмын. Жахаудың хайп іздеп жүргені мына сөзінен белгілі болып қалды. Айтар сөзіміз бар. Олай болатын болса, назарыңыз бізде болсын. Біз сіздерді жақын уақытта жақсы ақпараттармен, жақсы тректермен қуантатын боламыз. Құрметпен аман кел Жахау. Назарларың бізде болсын деген ұят болып қалды әрине. Туға шынымен жаны ашса, ақылын айтып қоя салар еді дис демей. Санасы діни идеологияның айналасында қалып қойған Жахау сонда музыканың харам екенін білмей ме екен? Адам бір жаққа шығу керек. Дінді насихатта, болмаса музыкамен шұғылдан. Жалпы Жахаудың өзі айтып жүрген бомба трегіне өзі жарылып кетпесе болғаны. Дисті жаза алатын адамдар бар, бірақ ол Жахау емес. Батыс рэп деп, жаңа өзен деп жерге бөлініп жүрген Жахаудан мен іліп алар дүние күтпеймін. Комментке мені боқтап балағаттасаңдар да осы. Қош сау болыңдар. Бәріңе құрмет. Қазақ тілі жасасын.